Қырыққа келдім, қу тіземді құшақтап әлі жүрмін. Сырықтай болған бойыма, алғам сұнған кеудеме, төп дөңгелек бөксеме, қысқасы, өзіме өзім риза боп өмір сүріп, төртінші ондықтың есігін қағып, өмірдің көбі кетіп азы қалғанын білмей де қаппын ғой. Енді тағы 40 жасайды дейсің бе? Мен өзі қазір қызбын ба, әйелмін бе? Мен қызбын, тәніме еркек қолы тимеген ұрғашымын. Әлсін есін жинап қойып, елегізіп жатқан ол 40-тағы қырқылжың Орынгүл оңашада өзіне өзі есеп бере бастады. Көп шыбық кезінде біреуді жақсы көрді, бірақ ол бас бұрмай кетті. Өзі де наздана қарап күлімсіреп сөйлегенде бері бұрыла алмады. Бірақ бәрін сезіп біліп тұрып еркек көрсе қара тастай қатады да қалады. Алматыдағы дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде 10-шы сыныпта бір оқушы бала ерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Еріннің сол жері шоқ басқандай қыж-қыж қайнап, көпке дейін өзіне келе алмай жүрді. Сонан кейін сол баланы жек көріп кетті. Ол қазір атақты математик, атағы жер жарған академик. Қазір соның сурет бейнесін баспасөзден көріп, тірі бейнесі теледидар мен интернеттен қылаң еткенде, ернін шүйіріп, өшпенділікпен қарайды. Жанының бір бөлшегі солқылдап, тәнін арамдап кеткендей көрінеді. Менің қатарларым шетінен үйлі баранды, ұл-қыздарын аяқтандырып, атойлап той жасап жатыр, аттестат ала сабатқа қонып. Үшке бітіре сәби болғандар немере сүйіп отыр. Мен сол алгебраның соңына түсіп, жай бөлшек пен AX-ті айналсоқтап жүріп, не себептің түбіне жете алмадым, не өмірден теңімді таба алмадым. Аурухананың жеке бөлмесінде жатқан Орынгүл күйіп кетті. Мұңын шертіп, ақтарылайын десе, айналасында ешкім жоқ. Бір бөлмеде бір өзі, жалғыз адамдық бөлмеге жат жұртта қалғандай жатқызып қойғанын қарашы. Бас жағында томпиған төртбұрыш тумбочка, үстінде сорайған сарағаш бөтелкесі, қасында бөтелкені күзеткен жалғыз жылтыр стакан. Жалғыздықтың бәрін бір басыма жазып қойған екенде деп өмірден өтіп кеткен анасын кінәлады. Шешесі қандай болса, қызы да сондай. Шешесін көріп қызын ал дейді. Топырақ жамылғанына 10 жылдан асқан анасы өмірі отбасы туралы сөз қозғап, бір басыңды екеу қыл деп айтпапты. Өзі 10 бала туған батыр ана. 10 баланы асырау оңай деймісің? Тек сыртқат жеңіп, көз жұмардан бір апта бұрын басында күзетіп отырғанда, сенің де арығың тартылуға таяу деді күбірлеп. Ол кезде сыбай салтаң жүрісі өзіне ұнайтын. Тіпті баласының боғына тайып жығылып жүрген құрбы құрдастарын көрсе, жирене қарап, өзін солардан екі еле боса да артық санайтын. Сөйтсем мен ақпай қалған арық секілді суға сусаған сорлы екенмін ғой деп, жаны ауырып, пышаққа түскенде ғана өзінің осы жүрісіне есеп бергендей боп елегізіп жатыр. Бала шағам болса, күн құрғатпай артымнан ағылып келіп жатар еді. Кезекпе кезек басымда отырар еді. Пышаққа түскенше 10 күн дайындады. Ең жақын деген 2 жеңгесі, олардың бала шағасы келді. Пышаққа түзіп, ота жасағасын үлкен жеңгесі бір рет бой көрсетті. Сонан кейін бір партада отырған сыныптасы келді. Сонымен де шер тарқатып сырласқысы кеп еді. Кішкенемді балабақшадан, үлкенімді мектептен алуым керек деп, өпелектей ұшып қонып тез кетті. Ол айналасындағылардың бәрін кінәлай бастады. Әркім өзі үшін өмір сүреді екен ғой. Кешегі хаха күлкі, оңашадағы құйқылжыған әңгіме, тыртыңдап билеген көңілді кештердің бәрі қол бостығы, қимыл құбылыс екен. Отау тігіп от жаққасын әркім өзінше шығарда, жаны бөлек достарың да бөлектеніп кете береді екен. Сенің ең жақының, неке суын бөліп ұрттаған серігің мен тұла бойыңнан жаралған перзентің екен деп, Орынгүл шекесіне сұқ саусағының ұшын қадап, қиял кемесі орнынан жылжи бергенде, анасының мүлайым даусы құлақ түбінен сызылып естілгендей болды. Ол да сонда өзі секілді төсек тартып ыңырсып жатқан, сонда анасы айтқан жалғыз ауыз сөздің жауабын іздеп, өз жанын өз тергеуге салды. Арығың да тартылуға таяу, 30-дан асса да соған мән бермепті. Енді ойласа бұл сөз қыз-қызырың бітіп, перзент әкелер жолың жабылып, енді қайтып етегіңді көтермейтін саха ел болдың дегені сияқты. Ол көшедегі суы тартылып, қаңсып тұрған арықты көз алдына келді. Шөп шалам өсіп, күл қоқыстан көрінбей қалған лас арна жүрегін айнытты. Оның қасында сылдырап су ағып, жыбыр-жыбыр майда толқындар лекіген арық қандай көрікті. Онан аққан су қауындықтағы көк пәлекті көмкеріп,
жеміс жидекті құлпыртып, әсіресе есік алдындағы қосты бөрік гүл ашып, жұпар шашқанда дүние өзгеше түрге еніп кететін. Осы көріністің бәрін көз алдымнан таса ғып, Алматыға кетіп, дарынды балалар мектебінде оқып, оны тауысқанда неге жеттім? Оның көз алдында тағы да тақтаға бормен жазылған AX2 елестеді. X математикадағы белгісіз мөлшер болса, мен өмірдегі шешуі жоқ жұмбақпын. AX жұмбағы көп өмір болса, шекесіндегі 2 саны сияқты екеу боп біреумен қол ұстасқанымда ғой, сол 2 саны мен үшін тек тақтадағы жұмбақ X-тің шекесінде тұрып қалды деп, өкінішке толы ойы 10 саққа бөлінгенде есік серпіле ашылып, емдеуші дәрігер Орынбай кіріп келді. Жаңағы жана ұртқан қиял мен әртүрлі елестер сытылып кетіп, айналасы аппақ әлемге малынып, қарсы алдында орта бойлы, дембелше келген ат жақты құс мұрын жігіт тұрды. Қалай Орынгүл қыз деді де, Айшайға қарамай үстін жапқан ақ жайманы сыпырып тастап, қарынның ота жасаған жерін алақанымен басты. Осылар оташылар ұятсыз, ең болмаса ішіңді ашшы деп айтпай ма? Айшеге қарамай жамылғаны жұлып алады. Жұрттың бәріне сөйтем екен, әлде тек мені ғана басынам екен. Басы бос, ешкімі жоқ, сорайған соқа басы деп басынатын шығар. Алақанын тыртық боп бітіп келе жатқан жараның орнына қойғанда жаны жай тапты. Алақаны қандай ыстық, әлде келерде бірдеңе жағып келем екен. Дәрігерлердің өз заңы бар ғой. Орынкүл жалғыз басты болғасын ба, күдігі соңынан ілесіп жүреді. Әлде сенер ешкімі болмай, әр нәрсенің әрісін ойлап үйренгендіктен бе, қашан да ақиқаттың қасынан күдік іздеу, өзіне өзі келіп кәрі қыз атанғалы бергі дағдысы. 3 күннен кейін шығасың, шығардан бір күн бұрын айтамын. Бір рет көк дәрі жағамыз, сосын көк дөнендей бүлкілдейсің деп тез-тез сөйледі де шығып кетті. Жауырыны қандай жалпақ, қолы қандай ыстық, бірақ осы кісінің сөз сарынынан түсіне алмайды. Әсіресе алғаш алдына барғанда ештеңе ұға дал болған, өзінің күн өткен сайын аяға ауыр әйелдерді іші көтеріліп келеді. Ол бірден неше айлық деді. Бұл жауап бере алмай бұйығып, басын төмен сала берді. Неше айлық деймін? Неше айлығы несі? Мен 2 қабат емеспін ғой. Ішін ұстап көрді де, ешқандай демалған белгі білінбейді. Басқа жағың демалып тұр, ол да шаршаған дегенде, өң жүзі алаулап жерге кіріп кете жаздады. Анализ тапсыр деп тілдей қағазға бірнеше жолдама берді. Соңынан рентгенге түс деп, тағы бір белінде қызыл жолағы бар айрықша қағазға шимайлап қолын қойды. Сөйтсе бұл жатырды тексеретін ерекше жолдама екен. Бәрін бітіргесін қайтып кел. Шөпілдеген қағазды ұстап бөлмеден шықты. Қандай ұятсыз дөрекі адам деп жек көріп шыққанымен, қазір ғана қасынан кеткенде шамалы тұра тұрғанда ғой деген бір әулекі сезім әуреге сала бастады. Сол кездері бетінен басып, ағаларын үйіне бара алмай қалды. Іші көтерілгенін көрген жұрт некесіз буаз болды деп, біреуі болмағанымен біреуі сайқымазақ күлкіге сапсан құбылтары сөзсіз. Үлкен жеңгесі оңашада аяғың ауыр емес пе деп таң қалып, әрі қайсар қайын сіңлісінің табиғатына жат қылыққа жақпай қалам ба деп жалтақтай сұрап еді. Жұрттың бәрі солай ойлайды білмеймін, өзінен өз көтеріліп барады деді төмен қарап. Сонан жеңгесі аяқ астынан бәйек боп жан-жаққа телефон шалып, біреу арқылы осы дәрігер тауып берді. Сол жолы тілінен де, қолынан да келетін жанашыр жеңгесіне наз айтты. Осы жазға келгенше жігітің бар ма деп бір сұрамадың деді жанарын төңкер қарап. Ол болса қызау, сені туған сіңілімдей көрдім. Көбіне Алматыда жүрдің, жігіт деген асты үстіңе түсіп жүрген жоқ па? Айтпады дейсің, апам ғой бізді осылай артық сөз айтпауға үйреткен деп қайын енесін кінәлап сөйлегенде көз алдына аузы ауыр, өзімен өзі томаға тұйық отыратын анасы көлең етті. Сонан аты жөні жазылған қағазды қолына ұстап алабұртып келгенде көрген адамы осы оташы Орынбай Айтуаров еді. Жұрттың бәрі қолы жеңіл деп кәсіби шеберлігіне тәнті екен. Тіпті ауруханада жатып 10 күнде байқағаны, осындағы төмен етектілердің бәрі оны көрсе басын иіп бәйек болып қалады. Ақжелең жамылған кәсіби дәрігерің де, инесін денеңе қадап, дәрі ытқыған мейірбикелерің де бұл дегенде ерекше бір ынтық сезіммен елпектеп қалады. Тіпті еден жуушы, ең төменгі қызметкерлер де қарап жүрмей, қызыл ернін жыбырлатып, іштей қызыққан көңілдерін білдіріп жүреді. Оның адами қасиеттерін, пышақты бағындырған кәсіби шеберлігін бәрі мойындап, бір-біріне жарыса айтқанда ауыздарынан су тамады.
Орынгүлге жасаған жақсылығы да бір басына жетіп артылады. Ешқандай дәрі сатып алған жоқ. Әйтпесе кісі жасынан басқаның бәрі сатулы заманда дәрі дәрмектің бәрі аурудың мойнында. Бала шағасының аузынан жүріп, шыбын жан үшін шырылдап, шипа іздегендер қаншама. Өзін неге жеке бөлмеге жатқызды, соны бір сұрағысы кеп еді, аузын аша алмады. Әлгінде көз алдын әртүрлі елес торлап, анасының сөзі құлағына естіліп, көңілі алабұртып жатқанда, кіріп келгенде де қызыл тілдің ұшына сауал үйіріле берді. Жалғыздығым аздай-ақ, неге жалғыз жатқыздың деп қайсар көңілмен наз айтқысы келгенде, көрген түстей сытылып есіктен шыға берді. Қырықтағы қыз осы бір қолы жеңіл болғанымен, аузы ластау еркектің құр әшейін болса да қасында тұра бергенін қалайтын сияқты. Тіпті қазір көңілі әрі-сәрі болып жатқанда тағы бір кіріп келсе ғой, қалай сөйлесе де көтерер едім деп, жанындағы адамды алыстағы сағынышындай бір көруді армандап жатыр. Маған наз жақсылық жасаған жоқ, соның бәрі жеңгем арқылы болса да, ота жасағасын бір күннен кейін саған витамин жеу керек деп, 3 қызыл алма мен 3 лимон салынған жылтыр дорбаны салбыратып ұстап кеп, бас жағына қоя салды. Кешеге дейін бас жағындағы жеміске қараған да жоқ. Жалпы тіл үйірген тәттіні о бастан жей алмайды. Жұрт қауым мен қарбыздың үстіне түсіп, тамсанып жатқанда, бұл бір тілік жеп, тойдым деп, аузы басын сүрте бастайтын. Өмірде соншама тойымды болып жаралғанына, дәл қазір де біреуді кінәлағысы келіп, қолын созып, томпиған тумбочканы ашып, бір алманы саусағына іліктіріп, бас жағына ақ сүлгімен сүрте сап, қырт еткізіп, ақ тістерімен қыршып алды. Қандай тәтті, неге алма жемей жүргенмін? Алматыда дарынды балалар мектебінде оқып жүргенде алма жинауға апаратын. Сонда жұрттың алма жеуден аузы тынбайтын. Сөмке-сөмке қып, жатын орынға келетін. Бұл бір алма жеп, бір артық алма алған емес. Мынау қандай тәтті, иісі қандай керемет. Дөп-дөңгелек апорт лезде таусылып қап, томпиған тумбочкадағы жылтыр қалтаға тағы да қол созып еді, сырты бүдір-бүдір боп, лимон ілікті. Лимон қышқыл, оны шаймен ішемін. Орынбай ағай не берсе де жеймін деп, тағы бір алманы алып, асыға қырт еткізгенде, маржандай тісі майдалап кесіп түсті. Бұл да тәтті екен. Қазір Орынбай ағай әкелген лимонмен шай ішемін. Ол жаймен кереуеттен көтерілді. Іші төмен түсіп, бұрынғы сыптай қалпына келіпті. Бұл жатыр түтікшілерін қаптаған сары су, сонан ісік пайда болған. Мұны сылып тастаймыз деген Орынбайдың даусы құлағына келді. Сөз бидаға салмай сылып тастады. Бұл неден пайда болған кесел деп, ота жасартардан бір күн бұрын қасына кеп, көңіл күйін білгенде сұрап қалды. Бұл табиғи қажеттілік бұзылғаннан болады, түсіндің бе? Жоқ деп есеп шығарғандай нақты айтты. Әйелдік міндетіңді уақытылы орындамағаннан болады. Тағы да төмен қарады. Бұл кісі менің қыз екенімді білмей ме? Әрине білмейді. Мен де бір деп өзін өзі кінәлады да, не де болса, ағам мен жеңгемнің алдында ішім көтерілмей, тезірек жетсем екен деп асықты. Тай-тай басып, қызыл еденге табанын тигізді. Қазір әжетханаға барып келгесін лимон сап шай ішем. Лимонның дәмі қышқыл, сонда да ішем. Ішіп отырғанымды көрсе ғой, тіпті бірге ішсе ғой деп, масаң сезім де мазалап, маңында шыр айналып жүріп алды. Бірі тәтті, бірі ащы екенін біліп тұрып, бірге келгенін қарашы. Менің тірліктегі үлесім осындай ғой деп, әдеттегідей кәрі қыздың әуенімен бастай берді де, өз-өзінен сап тиылды. Ащы болса да шемін, өз әкеліп тұр ғой. Есікке жақындай берген босағадағы үйрек тұмсық дәрет сындырғышты көріп, жиркеніп кетті. Бұны да көрдік. Енді барар жерге өз аяғымен барамын. Кеше келгенде енді тұруға болады дегенсің. Сықырлап есік ашылды. Отадан кейін аурудың өз аяғымен жүріп әжетханаға бару үлкен олжа. Бұл дәрігердің мерейін өсіреді. Дәліздегі мереке бөлмесінің есігі ашық. Өзі іздеген Орынбай ағасы екі ақ желеңдінің ортасында жай барақат шай ішіп отыр екен. Тай-тай басқан сәбидей қызыл еденді қуана басқан емделушіні көріп, ол да қуана қарады. Бүгін тай-тай бассаң, ертең екі аяғыңды көтересің деп бұған қарап айтқан дөрекі сөзі ызыңдап құлақ түбінен өткен кезде оны қасындағылардан қызғанып кетті. Кібіртіктеп басып бара жатса да, жан дүниесі атойлап, анау бірге шай ішкен екі әйелден арашалап алғысы кеп, бойына ересен бір күш бітіп, адымын ширата түсті. Орынгүл моншадан келді. Пышаққа түсіп ота сәтті болып өзіне өзі келгелі ағыл-тегіл боп терлеп, алғаш жуынуы, жатыр қуысынан түйдек-түйдек арам ет пен сарысу шығыпты. Кесел кеткесін тұла бойы жеңіл тартып, ауырлықтың бәрі артта қалып, жаны жай тапты.
басқан ізін аңдып жүретін қазақы жердің жеңіл ауыз сөз суарларына да мысал болмай пәледен тез құтылды. Аға жеңгенің де ар ұятына масыл болмай бәрінің сәтін салды. Ол осы үшін ақ оташы Орынбайға риза, тіпті өзін оның алдында өтелмеген парызы бар пендедей санайды. Ырзалығын білдірейін десе, көңілі ырық бермей, оның алдында тілін тістеп қалады. Моншағы терлеп түсті. Арам тер қысып барып еді, ағыл тегіл боп бітеліп қалған нүктенің бәрі ашылды. Буға кірмес бұрын тазаланып ап, тұла бойындағы кір атаулыны кетірді. Иіс сабын жағып, жөкені көпіршітіп сап, әлсін-әлсін сымдай тартылған денесін ысқылады. Қарын тұсында тартылған қол басындай сызық бірте-бірте көмескіленіп барады. Тіпті пышаққа түскесін қадалып қараған сөз болмаса, екінің бірі білмей де қалады. Сол дене тыртығын білетін біреуді ертең үйіне қонаққа шақырды. Тақырыбы не деп еді? Тағы да сасып қап. Үйді көрсетіп дәм татқызу деді. Тақтаға шыққан баладай таңдайы тақылдап. Қайшамада, өзіңізге қайшама ыңғайлы. Жарайды, сенбіде кешкі 18-де. Содан бері ала бұртып маза кетті. Дастархан мәзірін дайындап, шөп шаламнан иілтіп үйшік тұрғызды. Жалғыз болса да ас су әзірлеуге қолы жеңіл, бармағы бал деді. Жеңгесі де қадірлі қонағы келгенде өзін шақырып ап, қазан ошақтың басына қояды. Орынгүл басқан палау өзбектікінен бірде кем емес деп, жегендер бас бармағын шошайтады. Шынында өзі басқан палаудың дәмі таңдайдан кетпейді. Сыр күріші, ел ырысы деп, осы жолы да палау басуға әзірленді. Ет берсем, алдына бас тарту керек. Маған ол кісінің үйіме бас сұққаны керек. Әуелі моншаға баруға бекінді. Денедегі кірден арылса, өмірді жаңаша бастайтын секілді. Әр барған сайын тұла бойы жеңілдеп шығып, көшені сергек адыммен аттайды. Бұл жолы жеке бөлмеге алды. Дене тыртығын ешкімге көрсеткісі келмеді. Буда отырып бусанып, өзімен өзі боп сырласқысы келді. Ыстық бу бойын босатып, біртүрлі маужырап барады. Есігінен кіріп келе жатқан ақ желеңді оташын елестеткенде, тіпті тұла бойы босап, бір жылан жыбырлап, көкірек тұсынан төмен жылжыды. Денесін жиырып, бір уыс боп кіндік тұсында тұрып ап, керіліп созылып тағы да жоғары өрмеледі. Қосанарының ортасына кеп, басын көтеріп, екі нарының ұшынан шошақ тілін кезек тигізгенде, тұла бойы жылан шаққандай дыз етіп, орнынан ұшып тұрды. Қой шығайын, ол ақ желеңмен келмейді ғой деп, енді ақ көйлек, қара костюм, қызыл галстук таққан бейне есіктен кіре берді. Оның ақ желеңсіз жүрген кезін көрмепті. Шығайын, біртүрлі бойым босап бара жатыр, қонағымды күтейін. Ағыл тегіл боп аққан терін сүртіп, денесі де, жан дүниесі де жеңілдеп, моншадан шыққанда, енді тұп-тура бір тәуліктен кейін онымен кездесемін деп көңілін демдеді. Үйге келгесінде төсекте жайбарақат жата алмады. Буда отырғаннан бетер бусанып, көкірек тұсында желп-желп еткен жылы лебесіп, бүдірі жоқ бір дөңгелек тұла бойында зырғағып жүріп алды. Сол қосанардың арасынан төмен түсіп, кіндік тұсқа жеткенде, шымбұлақтан шым-шымдап шыққан мұздай судай бір нәрсе шымыр ете қалады да, өз-өзінен бұрқ-сарқ қайнап тұрып алады. Сосын әлгі дөңгелек қайта шыр айналып, бәрін басып жаншып, ақ тамаққа қарай өрлейді. Көз шырымын алсам деп, кірпік айқастырып еді, ұйқының ауылы тіпті алыс көрінді. Көзін ашып қалғанда, кереуетімен қатар жер бауырлап жатқан қарала мысықты көрді. Жер бауырлап ап, тырмысып жаймен жылжиды. Ұрғашы мысық маужырап жүр. Обалақ, бір апта ұстай тұршы деп көршісі тастап кетіп еді. Осы көршімде қызық деп, әдеттегідей жалғыз ілікті кәрі қыздың мақамына сап біреуді кінәлай бастады. Өзі үбірлі-шүбірлі, өзінің бір аяғы ақсақ, комбайн айдап жүргенде байқаусызда мертіктіріп кесіп тастап, темір аяқ салған. Өзінің 8 баласы бар, қыдырудан қолы тимейді. Ақсақ болса да менен бақытты деп бір қойды да, жер бауырлап тырмысқан мысықтай аяп кетті. Жанын қойырға жер таппай жүр ғой сорлы. Бір аптада келемін деп еді, бір басында бірнеше үйі бар, осы үйді де ардагер ретінде атын атап тұрып әкімшілік берген. Қыздары кезек тұрады, көбіне бос. Мына мысыққа обал, бұны неге ауылға апарып тастамайды екен? Келгесін айтам деді де, бір ой төбе құйқасын тағы шым еткізді. Тышқан ауласын деп тастап кеткем деген ашық көңіл әйелдің нақты жауабы құлақ түбіне саңқ етіп, ойының бітісін шығарды. Ақсақ болса да сол менен бақытты. Лездемде келген тағы бір тосын ой көңіл қаяуымен 62 тамырды тырналаған тікенді суырып алып кетті. Ертең оташы Орынбай Айтуаровпен кездесем, ол менің үйіме келеді деп,
өзін өзі төмен етектілердің ішіндегі ең ілкімдісі санады. Бойында бар шалттықпен ұшып тұрды да ас үйге кіріп сәбіз аршуға кірісті. Үп-үшкір қоңырқай сәбізді пышақпен қырып, жұмырлап, жалаңаштап отырып, бұл дүниеде дегені болған біреу болса, мен шығармын деп, өзін өзі көкке алып ұшты. Оның келуі бір тәуліктен де аз уақыт қалыпты. Есіктен кіріп келе жатқанда қалай қарсы алар екенмін деп, бір ой санасына тақ еткенде, сабы жуан үшкір пышақ қолынан түсіп кетіп, резеңке еденге кірш етіп қадалды. Қызыл сәбізді алақанына қысып ұстап тұрып қалған Орынгүл, мен осы қайда тұрмын деп, қобалжыған көңілін басу үшін бір жұтым суды сіміріп сап, теңселіп тұрған пышақты жұлып ап, жалт етіп, сыртқы есік жаққа қарады. Қона жатуға болады ма дегенде Орынгүл сасып қалды. Қонақпен қосылып, ішкен 100 грамм коньяк тұла бойын дарлы-берлі жүгіріп, жүрегі қатты дүрсілдей бастады. Алмас қылыштың үстінде отырғанда ойымды қалай дөп бастыңыз деп, көзін төңкеріп бір қарағанда, енді 100 граммнан алып қояйық, сосын төсек сал деді қонағы. Орынгүл қонағы құйған коньякты жартылай ішті де, асып-сасып рюмканы қойғанда, оны су толы маңғаз фужермен соғыстырып алды. Бұл кісі мені қыз емес деп отыр ғой, мен қызбын, 40-қа келсем де қызбын деп, қызу көңілмен іштей қайталап, ыдыс-аяқты жинауға кірісті. Қонағы балконда тұрып, түнгі қаланың ызғарлы желін жұтты. Төсекті салып болып, диванда отырған қонағының қасына кеп, дайын деді. Берілген тапсырманы тап-тұйнақтай ғып орындап, жақсы сөз күткен оқушыдай емексіп, бұл оның бала күннен бергі дағдысы. Сен өте ұқыпты елсің, ұқыпты есепшісің деді. Қолын созып, өзіне қарай тартып, иықтасып отырғаннан кейін, неге осы кезге дейін бас есепші болмай жүрсің? Әйелсің деген сөз тағы да шаншудай қадалды. Мен қызбын, 40-қа келсем де қызбын деп, ішінен әлден